Ақбауыр тарихи археологиялық кешені қола дәуірінің ескерткіші. Археологиялық кешендегі үңгірлердің қабырғасында қызыл күрең охрамен салынған суреттер бар. Туристер сол заманда салынған қос дөңгелекті арба, өгіз, тау текенің суреттерін тамашалап, тасқа салынған таңба петроглифтердің қандай мағына білдіретінін зерттей алады. Қатон-Қарағай ұлттық саябағы Алтайдың Тарбағатай, Сарымсақты, Листвяга тау жоталарын қамтиды. Келген туристердің саябақ мұражайында қорғауға алынған тау-теке, қар барысымен танысып, түрлі жәндіктер класының таралу ареалын, маусымдық миграциясын анықтауға мүмкіндік бар. жылы Оралхан Бөкейдің 60 жылдығына байланысты мұражай үйі ашылды. Мұражайға қатынаған туристер жазушының өмірбаян зерттеуге негіз болатын отбасылық суреттер мен жеке заттарын көріп, шығармашылығымен танысады. Берел қорымы Сақ дәуірінен сақталған тарихи ескерткіш. Оны 1865 жылы алғаш рет Вильгельм Радлов зерттеп, осы аумақтағы ең алып нысан үлкен Берел қорымын ашқан болатын. Мыңжылдықтар тарихын арқалаған Берел қорымы Қазақстанның жалпы ұлттық киелі орындары қатарына енген қасиетті мекенге айналды. Есімі осы қорыммен қатар аталатын зерттеуші Зейнолла Самашев 1998 жылы қазба жұмыстарының нәтижесінде патшалық оба кезеңін зерттеу барысында 11-ші обадан алтынмен қапталған 13 тұлпар мен сол заманның көсемі болған Бекзада және оның әйелінің сүйегін тапты. Бүгінгі таңда Берел қорымы аспан астындағы мұражайға айналды. Келген туристер археологиялық қазба жұмыстарына қатысып, сақ заманы тарихына көз жүгіртеді. Алтайдың ең биік нүктесі Қатон таулы жотасында теңіз деңгейінен 4506 метр биіктікте жатқан Белуха шыңын көруге болады. Белуха шыңына келген туристер мұз әрекетінен қалыптасқан альпі типтес жер бедері пішіндерін анықтап, биіктеген сайын ландшафттық табиғи зоналарының өзгеруін зерттей алады. Теңіз деңгейінен 1750 метр биіктікте орналасқан Алтайдың шипалы жылы су көздерінің бірі Рахман қайнары. Рахман қайнары суының құрамында көмірқышқыл газы, радонның мөлшері біршама көп. Рахман қайнарына келген туристер суға шомылып, судың химиялық құрамын зерттей алады. Бұрқа тасуындағы 2000 метр биіктіктегі таулы жолды Бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде Австро-Венгриялық тұтқындар салған. Келген туристер осы жолды салуда қолданылған әдіс тәсілдерді қашалаған жартастарға қарап зерттей алады. Марқакөл мемлекеттік қорығы 1976 жылы оңтүстік Алтайдың биологиялық алуан түрлілігін сақтау мақсатында құрылған. Қорық Күршім, Азотау жоталарымен бірге Марқакөл көлін қамтиды. Онда Алтайдың тау беткейлі даласындағы аралик, алтын тамыр, сүтқоректілерден аю, сілеусін, бұғы түрлері қорғалған. Марқакөл көлін мекендейтін майқап балығы қорықтың құрылуының негізгі себепшісі ретінде танылады. Мұнда келген туристер оның маусымдық миграциясының себебін зерттей алады. Сондай-ақ,
туристерге Марқакөл қорығындағы мұражайдан жергілікті жердің флора, фаунасы туралы мәліметтер жинап, олардың таралу ареалын анықтауға болады. Мәрмәр асуынан Аққұм шөлі және Зайсан ойпатын көруге болады. Шөлді аймақтан соғатын құрғақ желдің Алтайдың қылқан жапырақты ормандарына қалай әсер ететінін зерттеу туристер үшін қызықты. Зайсан ойпатының керіштері шөгінді жыныстардан пайда болған. Миллиондаған жылдар бойы теңіз түбінде жатқандықтан, оларда әртүрлі химиялық құрамдағы қатпарлар қабаттаса берген. Керіштерге келген туристерге топырақтың механикалық құрамын, папоротниктердің тасқа түскен бедерлерін зерттеп, кезінде осы өлкеде таралған алып тасбақалар мен жыландардың қаңқаларын іздестіру жұмыстарын ұйымдастыруға болады. Шілікті даласында сақтардың 100-ден астам ескерткіштер табылған. Солардың бірі Бәйгетөбе. Бәйгетөбе обасында сақ жұртының алғашқы патшаларының бірі жерленген. Туристер обалардан табылған құнды жәдігерлер арқылы сақ мәдениетінің тарихын зерттей алады. Архитектура, этнографиялық және табиғи ландшафтық мұражай қорығында туристер қазақ даласын мекендеген түрлі ұлттар мен ұлыстардың қоныс жайларымен танысады. Олардың бірнеше ғасырлық тарихы, отбасылық қағидалары, кәсібі жағынан айырмашылықтарын зерттеу үшін ескі қоныстардың әрбірінен бас сұғып, сол заманның үй жиһаздары, тұрмыстық шаруашылықта тұтынылған бұйымдарын тамашалау мүмкіндігі бар. Шығыс Қазақстан облыстық тарихи өлкетану мұражайы ежелгі дәуірден қазіргі кезеңге дейінгі өлкенің тарихына сыр шертер ескерткіштер қоймасына айналды. Мұражайдың Қазақстан Алтайының ежелгі көшпенділер мәдениеті залынан қазақ даласынан қоныс тепкен балбал тастар, перешілікті қорымдарынан шыққан сақ заманының құнды жәдігерлері, ал Шығыс Қазақстан халқының көркем қолданбалы өнер залынан ағаш, киіз, тері, темірден жасалған зергерлік бұйымдар орын алған. Мұнда келген туристердің шығыс өңірінің тарихынан сыр шертетін ғылыми, этнографиялық, мәдени ағартушылық бағыттардағы ғылыми зерттеушілік жұмыстар жүргізуіне болады. Алтай ботаникалық бағында болған туристер қызыл кітапқа кірген Алтай рауғашы, алтын тамыр, тау шымылдық, Сібір қандығының таралу ареалын анықтап, өсімдіктердің климаттық жағдайға бейімделуін зерттей алады. Батыс Алтай мемлекеттік қорығы 1997 жылы құрылған. Алтай тауы Қазақстан бөлігінің батыс жағын, Холзун, Көксу, Иванов жоталарын қамтиды. Бұл өлкеде қызыл-қарағай, бал-қарағайлы ормандар сақталған. Қорықта өсімдіктерден алтын тамыр, Сібір қандығы, жануарлардан аю, суыр, құндыз мекендейді. Келген туристер Батыс Алтайдағы ерекше табиғи ескерткіштерді көріп, олардың жаңбыр суы мен жел әрекетінен қалай қалыптасқанын зерттей алады.
Сонымен қатар, құрып кету қаупі төнген жануарларды, қызыл кітапқа енген өсімдік түрлерін анықтап, қайта қалпына келтіруге ұсыныстарын білдіре алады. Сонымен, Шығыс Қазақстанның негізгі тарихи табиғи нысандарына 10 күндік туристік жорық ұйымдастыруға болады. Маршруттың жалпы ұзындығы 1511 шақырымды құрайды. Тарихи танымды, табиғи нысандарға жорықты шілденің 10-нан бастап ұйымдастыру тиімді. Себебі оңтүстік Алтайға, Зайсан ойпатына, Моңғолияның, Қытайдың құрғақ далаларынан ауа массалар келген кезде жауын-шашын мөлшері азаяды. Сонымен қатар, батыс және оңтүстік Алтайдың биік жоталарында қардың толық еріп бітіп, жолдың құрғауы шілденің басына сәйкес келеді. Маршруттың жолында кездесетін физикалық географиялық қауіптерді ескере отырып, көлік түрі ретінде УАЗ-452 немесе УАЗ-Хантер автокөлігін ұсынамыз. Көліктердің асты биік болғандықтан таулы аймақтағы өзендерді кешіп, батпақты жерлерден өту ыңғайлы. Туристер экспедиция кезінде табиғат аясында демалу үшін шатыр, көкшөпте отыру үшін каремат, түнді суықтан тоңып қалмау үшін түнемелі қап, киім-кешек салатын жолдорба, тамақ пісіретін бақыраш және газды пеш ұсынылады. Таулы аймақта температураның төмен болуына байланысты жылы аяқ киім алғаны дұрыс. Сонымен қатар, таулы және шөлді аймақтарда түрлі жәндіктер түрлері кездесетіндіктен туристер олардан сақтанғаны дұрыс. Алтайдың ылғал сүйгіш өсімдіктерінің арасында кене өте көп кездеседі. Жалпы жорыққа шығар кезде туристер әртүрлі жәндіктерге қарсы егіліп, олардың уларына қарсы медициналық препараттарды алып жүруі қажет.